сәлеметсіздер ме достар? Бүгін Рамазан айына ауызашарға арналған менюдің екінші тағамын дайындайтын боламыз. Бұл бәріңіз білетін қазақша нарын. Етті қазанға салып, дәл ет асқанындай әдемілеп сорпаны ұзақ уақыт қайнататын боламыз. Нарынның қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 200 мл салқын су қажет болады. Және де 1 шай қасық тұз, жұмыртқа қажет болады. Бір бөлек ыдысқа сол үшеуін жақсылап араластырамыз. Тұз ерігенше араластыру керек. Етіміз қазанда асықпай пісіп жатқан уақытта бізге қамыр жасауға уақыт жеткілікті болады. Себебі бұл нарынның қамырын біз ұзақ уақыт, шамамен 1 сағаттай тындыратын боламыз. Себебі иеуі қанған, тыныққан қамыр жақсы жайылады. Нарынның қамыры негізі тығыздау болу керек. Сол үшін қараңыз, 200 мл суға 600 немесе 500 граммдай ұн қажет болады. Және де илеу барысында егер сізге қамыр жұмсақтау болатын болса, ұнды тағы да 50 граммдай қосуымызға болады. Араласқан сұйықтықты бөлшектеп ұнға қосатын боламыз, және де ұнның арасын жақсылап илейміз. Арасында түйіршіктер қалмауы керек. Жақсылап нығыздап илейтін боламыз. Жақсылап иленген қамырды 20 минутқа салафанға орап, мынандай қатты болады, қараңыз, видеода мен сізге көрсетіп тұрмын. Осындай тығыз қамырды жақсылап тынықсын деп салафан пакетке салып қоямыз да 20-30 минутқа шамамен қалдыратын боламыз. Бөлме температурасында сақтау қажет. 20-30 минуттан кейін алып, тағы да кішкене қолымызбен илеп, қайтадан тынығуға жібереміз. Мынау уже қамыр екінші рет демалып шыққан қамыр жып-жылтыр, әдемі, тегіс болады. Қамырды рецептте айтылғандай пропорцияда дайындайтын болсаңыз, ешқандай жыртылмайтын, жұп-жұмсақ, сондай эластичный, күшті қамыр шығатын болады. Қамырды әдемілеп орап, арасына май, сұйық майды жағатын боламыз, және де мантаварканың бір қасқанына орналастырып, бетіне тағы да майды жақсы жылтыр болу үшін жақсылап жағып шығатын боламыз. Міне осылай қамырды жақсылап қалыңдап орап алсаңыз да болады. Негізі кейбір рецепттерде осы қамырды сорпаға пісіріп, оны бөлек кептіріп, солай жасалып жатады. Ал бұл болса сізге жұмысыңызды жеңілдететін рецепт деп айтсам да болады. Себебі мантаваркаға салып қоясыз, ешқандай жайып, кептіріп, оны күтіп жүрмейсіз. Қамырды отқа қойып 30 минут шамасында буға пісіріп аламыз. Қамыр піскеннен кейін өзіңізге ұнаған қалыңдықта әдемілеп турап алсаңыз болады, және де осы дайын қамырды ұсынсаңыз болады. Арасына сұйық майды жақсылап жаққан болсаңыз, қамырдың арасы осылай жабыспай әдемі болып піседі. Қамырды дастарханға ұсынардың алдында жақсылап турап аламыз. Ет шамамен 3 сағат уақыт қайнады, және де жақсы сорпасы шықты. Осы тағам түрін мынау жеке адамның бір адамдық порция ретінде ұсынсаңыз болады, болмаса үлкен табақшаға, ортаға салып, және жеке-жеке адамға сорпа ретінде ұсынсаңыз болады. Ауызашарға өте құнарлы және де пайдалы тағам. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын!